Тіпті Қытайда болса да білім алуға ұмтылыңдар. Неге дегенде білім алуға әрекеттену әрбір мұсылманның парызы. Білім екі түрлі болады. Бірі жүректегі ілім, ол өте пайдалы. Екіншісі тілдегі білім, ол таңда Тәңір алдында пенденің күнәсіне дәлел болады. Білмеген адам сұрақ сұрағанда қызғаншақтықпен жауап бермей қойған ғалымның аузына қиямет күні оттан өрілген жүген салынбақ. Кімде-кім бір ұлтты жан тәнімен сүйсе, қиямет күні Тәңірі сол ұлттың сапында тірілтеді. Бір сағат ілім үйрену, бір кеш бойы құлшылық етуден жақсы. Бір күн бойы дәріс алу, 3 ай нәпіл ораза тұтқаннан жақсы. Өзімнен кейінгі қалатын ұрпақтарымды ойласам, 3 нәрседен қорқамын. Құлқынның құлы боп, жолдан таюдан, нәпсі құмарлыққа салынып, лас істерге ұрынудан, білім мол бола тұрып, қараңғы наданың ісін істеуден. 4 түрлі адамдарды Тәңірі жаман көреді. Өтірікші саудагерді, кердең кедейді, зинақор кексе кісіні, залым ел басқарушыны.